Әлеуметтік желі ақпарат алмасу, қарым-қатынас жасау және уақыт үнемдеу құралы. Қазіргі таңда әлеуметтік желі қолданушыларына балалар да, ересектер де, жасөспірімдер де, тіпті қарттар да жатады. Сәлем. Сәлем. Сенің атың кім? Санжар. Қай сыныпта оқисың? 5-ші. Егер саған осындай күмәнді хат келсе, не істейсің? Бұл хатта саған 40 000 теңге беріледі деп тұр, оны алу үшін сілтемеге кіру керек. Сенің әрекетің қандай болады? Мен кірмеймін ол сообщенияларға. Неліктен ол сілтемелерге кірмейсің? Өйткені ол қауіпті болуы мүмкін. Ақпараттық қауіпсіздік туралы білесің бе? Иә, білемін. Қайдан білесің? Сынып жетекшіден, информатика пәнінен біліп отырамыз. Яғни ол мектепте айтылады, иә? Иә. Информатика пәнінде сіздер өтесіздер. Иә. Рахмет. Қауіпсіздік үшін келесі ережелерді сақтау маңызды. Біріншіден, құпия сөздер, күрделі және қайталанбайтын құпия сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар осы жерде көрсетілген жеке мәліметтер, достар тізімі, фишингтен сақтану, жеке деректерді қорғау және тағы басқа сақтану шараларын жасау қажет.